Саламатсыздар ма, құрметті көрермендерім? Бүгін біз макаронның ши түрін дайындаймыз. Ол макаронымыз сондай тамаша, палау сияқты шашылып түсетін болады. Ал кеттік. Тауық етін тураймыз. Мен тауық етін алдым. Сиырдың жылқы етін алсаңыздар болады, бірақ оны жіңішкелеп, жұқалап турауымыз керек болады. Тауық еті жылдам пісетіндіктен өз қалауларыңызша турай бересіздер. Осылайша тауық етімізді турап аламыз. Етті қалауларыңызша ала беріңіздер. Бір қатып қалған қағида жоқ, қаншалықты өздеріңізге қажет, сондай аласыздар. Тауықтың етін осылайша бөліп турап аламыз. Керек емес жерлерін алып тастаңыздар, өзіңіздің ұнатпайтын жерлеріңізді. Егер тауықтың құйқасын жегілеріңіз келмесе, оны да алып тастауларыңызға болады. Етімізді турап болып қалдық. Енді бір пиязымызды тураймыз. Пиязды өздеріңіздің қалауларыңызша турасаңыздар болады. Әркім өзінің қалауымен жасайды. Осылайша пиязымызды тураған ыдысымызға салып қойып, енді сәбізімізді тураймыз. Мен 2 сәбіз алдым. 2 сәбіз жеткілікті деп ойлаймын. Осындай орташа сәбіз алып турайсыздар. Бұны да күрішке турағандай, палауға турағандай жіңішке етіп тураймыз. Ұзыншақ етіп тураймыз. Неғұрлым жіңішкерек турағандарыңыз дұрыс болады. Осылайша жіңішке етіп турап алып, сәбіздің бәрін турап дайындап болғаннан кейін тамағымызды бастауға кірісеміз. Вермишеліміз өте әдемі болады, палау сияқты шашылып тұрады, езілмейді. Осылай жасайтын болсаңыздар, вермишелдеріңіз езілмейтін болады. Менімен бірге болып жасап көріңіздер. Ал кеттік, қазанымызға майымызды құямыз. 150 грамдай май құйдым. Осылайша етімізді қызып тұрған майға етімізді саламыз. Етіміздің үстіне бір қасық тұз салып, әбден қуырамыз. Еті жуылған болғандықтан еттің өзінің суы шығады. Осылайша қуырып, араластырып, тұзымен араластырып, мен бірден тұз салғанды ұнатамын, өйткені етке тұз жақсы сіңетін болады. Қазанның қақпағын жауып, біраз өзінің суында булаймыз. Дәмдеуіштеріңізді салыңыздар. Қалайтын дәмдеуіштеріңізді. Мен өзімнің қалайтын дәмдеуішімді салып отырмын. Қара бұрыш салсаңыздар болады. Өз қалауларыңызша соевый соус қойсаңыздар болады. Дәмін қалай өзгерткілеріңіз келеді, солай өзгертсеңіздер болады. Дәл осы қуырып жатқан кезде чеснок салып жіберсеңіздер де болады. Қатып қалған бір қағида жоқ, сондықтан өздеріңіз қалауларыңызша істей бересіздер. Қақпағын жауып, біраз булап қоямыз. Міне, шатырлап қуыра бастаған кезде етіміз үстінен турап қойған пиязымызды, сәбізімізді бірден сала салдым. Енді мен осылай болгар бұрышын салайын деп шештім. Бәрін бірге қуыра береміз. Әбден жақсылап қуырамыз. Осы майда қуырып, біздің сәбізімізде біркелкі пісу керек. Етті, қуырылған етті мен тарелкаға салып алып қойып жатырмын етімді. Бір қасық томат салып, біраз қызартып аламыз. Осы қуырылып атқан қуырмашымыздың үстіне енді вермишелімізді саламыз. Менде жарты кило вермишель. Осылайша вермишелімізді қуырамыз. Вермишель өзінің бойына майды сіңіргенше қуыруымыз қажет болады. Бір 5-6 минут қуырасыздар. Үстіп қуырып, мен бір жағдайды айтпай кетіптім. Суды қайнатып дайындап тұрыңыздар. Қайнақ су керек. Мұздай су құюға болмайды.
Кайнап турган суду кумгандарыңыздан, чайниктериңизден куясыздар. Вермишельдин бетине шылкылдатып суу бетине дейин шыкканча куюуга болмайды. Biz күрүштү баптаган кезде саусактын несинде көтөрүлүп туруу керек суу деймиз го. Вермишельде ондай суу кереги жок. Тузун көрөбүз. Тузу аз болуптур. Мен туз саламын. Жарты касыктай туз салдым. Тагы да араластырабыз. Тузу араласпай калат айтпесем. Араластырып, осылайша газдын астын басып, баптап коябыз. Алып койгон этимди мен бетине салдым. Өйткөнү эт толук писпеген болсо, ары карай писип чыгуу керек. Осылайша 20 минутка коюп коябыз. Бетин ашпайбыз. Эч нерсе кылмайды. Астын жакшылап адемилеп басып коюп коябыз. 20 минуттан кийин мен ашып, міне араластырып жатырмын. Вермишелimiz bir-бирине жабыспайды, адемі шашылып турады. Осылайша тамагыбыз азыр. Менмен бирге болуңуздар, дайындаңыздар. Өте тез дайын болатын, түскү аска да, кешки аска да дайын болатын тагамыз дайын. Вермишелимизди дайын болгон ыдысыбызга салып аламыз. Вермишелimiz bir-бирине шабысып, ботка болгон жок. Өте тамаша. Менин жануям унатып жейтин тагамдын бир түрү. Жасап көрүңүздөр. Бәрімізге асымыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.